Есік алдына тасталған хат. Айнұр жалғыз басты ана. Жолдасы бірнеше жыл бұрын жол апатынан қайтыс болған. 2 баласымен қала шетінде ескі үйде тұрады. Күнделікті өмір, жұмыс, үй, балалар қайталана беретін ауыр тірлік. Кейде күліп, кейде егіліп жүрсе де, тіршілігін тоқтатпаған. Бір күні кешке үйіне келе жатса, есік алдында бір хат жатқанын көреді. Қарапайым қолмен жазылған. Ашып қараса, сіз менің өмірімді құтқардыңыз. Алғысым шексіз. Қайда жүрсеңіз де жарық болыңыз. Ешқандай қол қойылмаған, хатта кімнің жазғаны туралы ештеңе жоқ. Айнұр таң қалып қатты толқып қалады. Мен кімге не істедім деп ойлайды. Сол күннен бастап үйінің алдында әр апта сайын бір хат пайда бола бастайды. Әр хатта бір жылы сөз, терең алғыс, кейде тіпті өлең шумақтары жазылады. Сіздің күлкіңіз маған өмір сыйлады. Сізге қарап өмірімді қайта бастадым деген секілді сөздер. Айнұр кім жазып жүргенін біле алмайды, бірақ сол хаттар оны тірілткендей болды. Бұрынғыдан да сенімді, бақытты адамға айналды. Өмірінің мәні тереңдей түсті. Бір күні жұмыстан кешігіп шықса, автобус аялдамасында бір қыз жылап отыр екен. Айнұр жанына барып сабырға шақырып, әңгімеге тартып, көмек ұсынып, үйіне дейін шығарып салады. Қыз тұрмыстық зорлық көріп жүрген, кетуге қорқып жүрген екен. Айнұр оған қамқор болып, арнайы орталыққа орналастыруға көмектеседі. Кетіп бара жатып қыз, сізге біреу бұрын хат жазып па еді, дейді. Айнұр таң қалады. Сен бе едің? Қыз жымиып, жоқ, бірақ мен де енді сізге хат жазатындардың бірімін. Кейде біз кішкентай ғана жақсылық жасап, соның адам өмірін қалай өзгертетінін білмей қаламыз. Ал бір жылы сөз бүкіл тағдырды қайта тірілте алады.